Саламатсыздар ма құрметтілерім, бүгін сондай бір восстановление дейді ғой, демалыс күні мен үшін. Күні бойы демалып жатырмын. Осылай табиғатта отырып, бір видео жазу сезімі оянды. Осылай далада отырып, бүгін ауру деген тақырыпқа видео жазғым келіп отыр. Кеше негізі мен өзімнің менде оқып кеткен клиенттерге арналған закрытый жабық каналым бар. Менде білім алған клиенттерді сол каналға қосып, жиі кездесіп тұрамын. Себебі менен оқып кеткеннен кейінгіде олардың жай-күйі маған қызық. Себебі ең қиын жұмыс адамның өзімен өзі жұмыс істеуі. Кеше клиенттерімнің денсаулықтарының жақсарғанын естіп бір қуанып қалдым да. Дегенмен де клиенттердің көбісі келген кезде жай өзінің өміріндегі бір мәселелері жайлы, жай-күйлері жайлы келеді де. Көп клиент маған ауруларын айта бермейді. Енді жеке жұмыс істейтін услугам бар да, топпен жұмыс істейтін услугам бар. Топпен жұмыс істегенде әрқайсының ситуациясын жеке қарамайсың да, қарай алмайсың. Сондықтан сол топтағы қыздардың результатын естіп кеше ойланып отырмын да, совсем басқа бір проблемамен келіп, басқа проблемаларында шешіп жатқанына қуанамын. Мысалы, денсаулықпен келген клиенттер ақша жағындағы проблемаларын шешіп жатады. Ақша жағынан келген клиенттер денсаулықтарын реттеп жатады. Яғни, өзіңмен өзің жұмыс істегенде жан-жақты барлық проблема шешіле бастайды. Енді ауруға келсек, мен бұл сөзді айтудан жалықпаймын. Мен ауру деген нәрсеге сенбеймін. Ауру жоқ. Ауру ол әрқашан бір нәрсені дұрыс істемей жатқаныңды, дұрыс емес сезімде өмір сүріп жатқаныңды, дұрыс емес рөлде өмір сүріп жатқаныңды көрсетеді. Мысалы, клиенттерім практика арқылы айтатын болсам, бір клиент келді, аузы басы бәрі қисайып кеткен, өте агрессивная, сондай бір клиент келді. Аурудың ең бірінші себебі подавленный эмоция дейді. Яғни, іштегі шықпай қалған эмоциялар. Ол қайдан пайда болады? Кішкентай кезімізден, тіпті қазірдің өзінде жаман негативті сезімдерді сезіну жаман деп бізді үйреткен. Яғни, жылауға, ренжуге, ашулануға болмайды деген. Енді қараңыздар, ауырған адам ешқандай себепсіз ашуланады, өмірден көңілі қалады, солай жүреді. Ал шын мәнінде кез келген агрессияның, кез келген жаман сезімнің себебі бар. Ал енді подавленный эмоция деген бұл кішкентай кезіңнен бастап ішіңе тыға берген жаман эмоциялар. Қандай да бір опыт, тәжірибе болады өмірінде, әсіресе әке-шешеге байланысты болады. Қандай да бір ситуациялар болады адамның өмірінде. Сол эмоцияларды, сол ситуацияларды ешкімге айтпай, ішінде сақтап жүргеннен, не болмаса бір қатты көңілге тиетін ситуациялар болады да. Мысалы, әйелдердің арасында зорлану деген, ер азаматтардың арасында жаңағы әке-шешесі жағынан төмендету, бағаламау деген сияқты. Бізде көбінесе ер адамдарға еркек адам жыламайды, еркек адам қайғырмайды, еркек адам деген әлсіздігін көрсетпейді деп өсіреді. Ол әйел адамдарға да байланысты. Бізде тіпті мен сондай ситуацияларды көрген, бала шағасын ұрып жатып, бала шағасы жылап жатса, аузыңды жап деп, жылап жатқан баланы аузыңды жап деп, еще одан қатты ұрады. Сонда ана бала жылап жатып, аузын жырып жатады да, жыламайын деп. Аурудың ең бірінші себебі іштегі балалық кезден келе жатқан травмалар. Ал енді адамның бойындағы травма әке-шешенің жаман болғанына байланысты деген ол дұрыс емес сезім. Баланың бойына травма әртүрлі себеппен келуі мүмкін. Мысалы, тіпті ананың жатырынан тыныш, жаңағы ыңғайлы, жұмсақ жатырда жатып, бірден мынау жарық неге жарыққа шарт етіп келіп,
соның өзінде бала стресс алады мысалға. Екінші себебі бала шағаға кішкентайынан тіпті анасының жатырында жатқанның өзінде әке шешесінің, әсіресе анасының қандай жай күйде өмір сүріп жүргені, анасының энергиясы, анасының көңіл күйі, барлығы программасы тіпті балаға беріле береді. Бала оны кәдімгі сезе береді. Кейбір кішкентай балалар бар ғой, қатты жылауық болады, олар просто так жылауық емес. Негізі кішкентай балалар, әсіресе 14 жасқа дейін тіпті өсіп кеткен бала шағаның өзі, оның жай күйі анасының жай күйін көрсетеді. Бала шаға ауырғанда всегда ана өзіне қарау керек. Менде не дұрыс емес болып жатыр, мен қай жерде шын өмір сүрмей жатырмын, шынайы өмір сүрмей жатырмын деген. Шынайы өмір сүрмей жатырмын деген ол қалай? Біз қаламаған нәрсені істейміз. Себебі адамдар жанымен өмір сүретін адамдар болады, олар өте аз, және мимен өмір сүретін адамдар болады. Мимен дегенде программамен өмір сүретін, шаблонмен, стереотиппен деп айтамыз ғой. Яғни әйел мынандай болу керек, ана мынандай болу керек деген. Ал шын мәнінде сен қанша ана болғанмен сенің шаршауың мүмкін, қанша әйел болғанымен сенің де бір шаршауың мүмкін, сенің де бір істегің келмейтін кезі болады, Сол кезде біз өзімізді тыңдамаймыз да, жоқ, мынаны былай істеуім керек, мынаны былай істеуім керек деген сияқты әрекет жасаймыз. Әсіресе бізде қазақ әйелдерінің проблемасы жақсы ана болуға, жақсы әйел болуға, жақсы еркек болуға тырысады, Ал шын мәнінде жақсы болу мен дұрыс болудың үлкен разницасы бар. Мысалы, көп аналар бізде қалай өсиетті, мен кішкентай кезімде ата-анамнан мейірім көрмедім, махаббат көрмедім, ойбай, жаңағы күшті киім кимедім, күшті тамақ жемедім деп өзінің бала шағасын аузына тыға бастайды. Яғни бала шағасын жатқызып қойып, осы әлемдегі барлық жақсылықты беруге тырысады. Бірақ өсе келе именно сондай бала шағалардан таяқ жеп жүреді. Не үшін? Бұл жерде аналардың қателесетіні, мен жақсы ана болдым ғой дейді, ал шын мәнінде бала шағаға қатты уайымдау ол негізі ең үлкен травма. Себебі біз әлемге сенбейміз, себебі біз Аллаға сенбейміз. Енді ғылыми тұрғыда айт десеңіздер де, діни тұрғыда айт десеңіздер де айтып беремін. Себебі Құранның өзінде де Алла ауру берсе емімен қосып береді дейді. Ол да жай сөз емес. Ал әлем физикалық заңдылықтарға келетін болсақ, әлем заңдылықтарына келетін болсақ, ол адамның энергетикасы. Яғни адам өзінің өмірін емес, басқа адамдардың өмірін сүргенде, яғни бала үшін өмір сүру, күйеу үшін өмір сүру, бізде негізі көп әйелдердің ауыратын себебі әйел болуды білмейміз. Әйел емес, ана болып кетеміз, не болмаса құдай болып кетеміз да, барлық жан-жағымыздағы адамдардың проблемасын алып, солар үшін өмір сүріп кетеміз. Яғни ішімізде конфликт дейді ғой, соғыс болып жатады. Миымыз бір нәрсені қалайды, денеміз бір нәрсені қалайды, жанымыз басқа нәрсені қалайды. Сөйтемізде бала шағамыз өскеннен кейін барлық нәрсені беріп, өсіремізде, өскеннен кейін олар өз өмірлерін сүріп жатса, жаңа травмированный аналар бала шағасынан махаббат күтеді, бала шағасынан признание күтеді, да, признанияны қалай айтсақ болады, бағалауды күтеді, да, мама, сізге рахмет деген сөздерді естігісі келеді. Енді бала шаға мен үшін өмір сүрсе дейді, бірақ қазіргі жастар саналырақ, қазіргі жастар сауаттырақ, ешкім үшін өмір сүргісі келмейді, ал ол аналарға удар болады. Мен сен үшін сонша нәрсені істедім, мен сен үшін өз өміріме крес қойдым, ал сен маған көңіл бөлмейсің, ал енді мен қартайғанда саған керек емеспін деген сондай бір реніштер пайда болады. Негізі ауру төмен энергияда өмір сүргеннен басталады. Себебі бізге энергия күнде барлық адамға бірдей беріледі, бірақ әркім энергиясын қайда жұмсап жатыр. Көбінесе адамдар өзінің энергиясын ішкі программаларға жұмсап жатқанын білмейді. Шын мәнінде күнде таңертең оянғанда адамда 360 миллиард клетка жаңарады. Күнде жаңарады, бірақ біз таңертең оянғанда қайдадан сол сезімдерді, сол ойларды сезіну арқылы, ойлау арқылы қайтадан клеткаларымызды өлтіреміз. Не болмаса ластаймыз. Негізі
мына денеде қандай да бір құбылыс болса біз оны ауру деп атаймыз. Ал шын мәнінде ол денеде просто құбылыс, энергия тұрып қалған, энергия шықпай қалған, энергияны шыққысы келеді, бірақ оны біз шығармаймыз. Дәл қазіргі өмірімізде, дәл қазіргі адамдарға ренжіп, солар мені ренжітті, солар менің көңілімнен шықпай жатыр деп ойлаймыз. Шын мәнінде ол балалық шақтан бастап шықпай жүрген энергия. Кез келген жаман энергия, егер онымен жұмыс істесең, жақсы энергияға айналып кетеді. Себебі энергия, жақсы энергия, жаман энергия деген жоқ. Бір энергия, не ол жаман энергия болады, егер онымен жұмыс істесең, онымен жақсылап жұмыс істесең, себебін тауып, оны проживать етіп дейді ғой, сезініп, сол ситуацияларға барып, соның бәрін шешіп, трансформация қылсаң, ол жақсы энергияға айналады. Өкінішке орай, мен всегда айтамын, адамның екі жасы болады, физиологиялық жасы және психологиялық жасы болады деймін. Көптеген адамдар 50-60, 40-қа келсе де әлі адамдардың мақтағанын қалап тұрады, адамдардың бағалағанын қалап тұрады, адамдардың сөзімен өмір сүреді, жаңағы басқа адамдардың ойы, мақтағаны, қолдағаны керек болып тұрады. Бұл деген сөз, адам қанша жасқа келсе де әлі балалық деңгейде өмір сүріп жүр деген сөз. Ал балалық деңгейде өмір сүріп жүр деген не ол? Ол әлі балалық кезде пайда болған программамен өмір сүріп жүр деген сөз. Яғни психологиялық жасы сол 7-де, 5-те, 10-да, 15-те қалып кеткен. Себебі дені жаны сау үлкен адам ешкімнің мақтауына, ешкімнің махаббатына, ешкімнің көңіліне мұқтаждық қылмайды. Кішкентай бала ғана мұқтаж, мақтауына, қолдауына мұқтаж. Сондықтан егер сіз үлкен болып әлі басқа адамдардың мақтауына, қолдауына, махаббатына, көңіліне мұқтаж болсаңыз, сіз әлі кішкентай баласыз, баяғы әке-шешеңізден күтіп жүрген махаббатты әлі сұрап жүрсіз. Негізі адам өмірге келгенде оның ең жақын адамдар әке-шешесі, фундаменті әке-шешесінен басталады. Егер әке-шешесінен қорғанды, әке-шешесінен махаббатты, құндылықты ала алмаса, ол өмір бақи басқа адамдардан соны сұрап жүреді. Сол үшін балалық шаққа барып барлығын реттеу керек. Себебі мынау ми, мынау дене сенің қай жаста, қай уақытта өмір сүріп жүргеніңді білмейді. Сені әлі сол кішкентай кезде өмір сүріп жүрсің деп ойлайды. Аурудың ең үлкен себептерінің бірі безопасность сезімі, яғни қауіпсіздік сезімі. Адамдарда қауіпсіздік сезімі жоқ. Постоянно өмірден қорқып жүреді. Не ақша таусылып қалады, не күйеуім тастап кетеді, не бала шағамның болашағы не болады деп постоянно уайымда өмір сүреді. Екінші причинасы бұл құнсыздық, яғни мен өзімді құнды санай алмаймын. Мен өзімді құнды санау үшін қандай да бір шарт болу керек. Яғни бір жетістікке жеткен болуым керек, бір ақша тапқан болуым керек деген сияқты да. Ал шын мәнінде кез келген адам құнды деп айта беру ол әдемі сөз, ол бірақ шындық, ол адамдарға өтпейді. Кез келген адам өзін, иә, мен құнды екенмін ғой, Құдай мені жаратқан екен ғой, мен құнды екенмін ғой деп айта салу ол оңай, бірақ оны сезіну қиын, оған сену қиын. Бұның барлығына тек қана практика арқылы келу керек. Потому что біз кез келген нәрсені өмірде практика арқылы үйренеміз, сөзбен еш нәрсені үйренбейміз. Дәл сол сияқты өзіміздің қауіпсіздік сезімін, құндылық сезімін де практика арқылы ғана сезіне аламыз. Жай сөзбен оны сезіне алмаймыз. Оған сене де алмаймыз. Оны әдемі сөз қылып айта беру, оған сену бір күн екі күнге жетуі мүмкін, одан кейін қайтадан бәрі бұзылады. Ең үлкен екі сезім осы безопасность, мен қауіпсіздіктемін, мен құндымын деген осы екі сезім. Ең адамдардың ішіндегі тамырында орналасып қалған. Ал енді шын мәнінде өздеріңіз жай шынайы өмірдің мысалына қараңыздар. Бала өмірге келгенде ол шын мәнінде еш нәрседен қорықпайды, ол өзін біреуден кемін деп санамайды, бірақ өсе келе сол сезімдер оған орнықтайды. Сондықтан да ақшаға жармасқанда да адамдар, адамға жармасқанда да, жетістікке жармасқанда да адамдар осы безопасность пен құндылықты ғана іздейді. Түсінесіздер ме? Және тағы бір себебі менімен өмір сүру, яғни программамен өмір сүру. Мен мынау ақша табуым керек, мен бай болуым керек, мен анаған жетуім керек, міне мынаған жетіп алайын, кейін тоқтаймын, міне мынаған жетіп алайын, кейін өмір сүруді бастаймын. Сен қоя тұр дейді бала шағаларына, өз өміріне қоя тұр дейді, тоқтап тұр, мен мынаған жетіп алайын, мынаған жетіп алайын деп. Яғни жанның қалауы тыныштық, жанның қалауы жаңағы рахат сезіну, өмір сүруді. Ал біз
постоянно денемізді былай қарағанда изнасиловать етеміз да, анаған жетуіміз керек, мынаған жетуіміз керек, ананы істеуіміз керек, мынаны істеуіміз керек деп өмір бақи программамен ақшаны қуып жетсе де одан бақыт таппайды. Біріншіден, екіншіден не жетпеуі мүмкін, понимаете, үшіншіден жеткенмен көңілі қалуы мүмкін. Жетсе де бақытсыз болып, сонда өмірдің мағынасы неде деп ойлайды. Міне өмірдің мағынасын жоғалтып алуы адамдардың, бізді не үшін Алла жаратты, біз сонда не істеуіміз керек деген сияқты ойлар туа бастайды адамның басында. Міне осындай жаныңыздың қалауы мен мидың қалауы екеуі күреседі. Яғни жаныңыз бен миыңыз, программаңыз күреседі. Программаңыз байығысы келеді, жаныңыз тыныштықты қалайды да. Сол сияқты осындай күрестің арқасында адамдар ауруға шалдығады. Ал шын мәнінде барлық әлемдегі жақсылық жаны тыныш адамға келеді. Ал сол жан тыныштығына келу үшін, құндылыққа келу үшін, безопасностьқа келу үшін адамдар ақшаға жармаса береді. Бірақ қаншалықты жармасқан сайын сол жақты ол қаша береді, ол ауыр бола береді да. Ал шын мәнінде оңай ғана бірінші жан тыныштығына, бірінші қауіпсіздік сезіміне, бірінші құндылық сезіміне келсеңіздер, сыртқы әлемдеріңіз өзі өзгере береді. Негізі Аллаға жалбарыңдар, Алладан сұраңдар, Аллаға құлшылық етіңдер дейді. Шын мәнінде бізге Алла қызмет етеді. Сол үшін айтады, мен сенің сұрағаныңның бәрін беремін деп. Ал не үшін көп адамға бермейді? Себебі сіздердің миларыңыздан шыққан мақсаттарыңыз ол шынайы мақсат емес. Жаныңыздан шыққан мақсат шынайы мақсат. Миымыздан бір мақсат қоямыз, бірақ денемізде басқа сезім болады. Яғни Алланың тілі ол тыныштық, Алланың тілі ол эмоция.